Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Сіздерге күнделік кезет бойынша жаңа бір өзгерісті алдағы уақытта істейтін іс-әрекеттеріңізді айтып өтейін деп едім. Яғни сіздердің істейтін іс-әрекеттеріңіз мына обновленка сыныптар бойынша, яғни жаңартылған сыныптар бойынша сіздер күнделікті әр сабағыңызда оқушының күнделігіне керемет, жарайсың, жақсы, орташа, нашар деген балдық комментарийлар қоясыздар. Яғни соны біз электронный журналға түсіруіміз керек. Яғни сіз күнделікті баламен қаншалықты деңгейде жұмыс жасап жатсыз, сіздің балдарыңыз қандай комментарийлар алып жатыр, оны біз білуіміз үшін сіздер күнделікті бағасын әр сабақта балаға қойған балдық шкалаларыңызды электронный журналға түсірулеріңіз керек. Мен сіздерге мысал көрсетейін. Мысалы 8-ші сынып, 8-ші Б сыныбы. Яғни 8-ші Б сыныбы ол жаңартылған сыныпқа, жаңартылған бағытта оқиды. Енді ол сыныпқа информатика пәнін ашайын. Яғни ол сыныпта екінші тоқсанда ашам, қазір сіздерге көрсетем. Яғни бұл жүйе бойынша біз обновленка сыныпта журналға ештеңе қойып келген жоқпыз осы уақытқа дейін. Ал біз бұл жерге тек жоқтама немесе ауырып қалған себептерін көрсететін едік. Енді бұл жерге сіздер күнделікті баға қоясыздар. Яғни сіз өз сабағыңызды күнде өтіп жатсыз. Бағалау бізде тек комментарийлар арқылы. Яғни комментарийлар арқылы қазір қойылып жатыр обновленкада. Балдық шкала жоқ, яғни 5, 4, 3, 2 деген нәрсе жоқ. Біз оларға сөзбен жазамыз. Яғни сөзбен жазғанда сіздер былай істейсіздер. Мысалы, бүгін Зарина 19 күні ол керемет баға алды. Яғни керемет баға сіздің балдық шкалаңыз бойынша ол 5 деген. Enter батырмасын басып басаңыздар, керемет сөзі КРМ деп белгіленеді. Ал енді 4 баға қоятын болсаңыздар, 4 балдық шкала бойынша 4 қойғыңыз келсе, ол жақсы деген. Ал 3 ол орта, 2 нашар. Яғни осы балдық не бойынша мен жаңа сіздерге несін жібердім. Керемет қандай жағдайда, жақсы қандай жағдайда, орта қандай жағдайда, нашар қандай жағдайда бала алады мінездемесін көрсетілген. Сол бойынша сіз балдарды өз сабағыңызда солай бағалау жасауларыңыз керек. Яғни мына жерде бала жоқ болса, Ж әріпін қоясыздар, кіші әріппен. Егер мына бала ауырып қалған болса, онда А әріпімен қоясыздар. А әріпі. Ал кешіккен жағдайда К әріпі. Кешіккен жағдайда К әріпі. Барлығы кіші әріппен жазасыздар. Кіші әріппен жазасыздар. Кіші әріпті ғана қабылдайды. Жалпы осы нәрсені біз осы, яғни керемет, жақсы, орта, нашар, жақсы, орташа, нашар, жоқ болса жоқ, мүлде себепсіз оқушыны ғана жоқтама қоясыздар. Себепті ауырып қалған жағдай болатын болса, онда А деген әріпті қоясыздар. К әріпі ол кешіккен жағдайда, бала кешіккен жағдайда қоясыздар. Осы 6 элементті, 7 элементті қоятын боласыздар. Алдағы уақытта күнделікті журналды осы элементтер арқылы жүргізесіздер. Назарларыңызға рахмет. Осы әрекеттерді орындауға, нәтижені әр тоқсанда алуға жеткізейік.